Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Ең алдымен бізге тауық еті қажет болады. Оны суға пісіріп аламыз және де ұсақтап тұрып шығатын боламыз. Салатымыздың формасы әдемі шығу үшін мен осындай кольцо қолдандым. Оны қолданбасаңыздар да болады. Ең алдымен жаңа дайындап алған тауығымызды саламыз. Оның бетіне майонезді жағып шығатын боламыз. Бетіне корейский салатымызды салатын боламыз. Мен мұнда барлығын көз мөлшерімен жасаған болатынмын. Корейский салатты өзіңіз дайындасаңыз да болады. Оған тұз, қант қажет болады, және де қызыл бұрыш, уксус, және де сұйық майды қайнатып құятын боламыз барлығын бетіне. Бетін барлығын тегістеп, видеода көрсетілгендей майонезімізді жағып шығамыз. Енді қиярымызды осындай теркадан өткізіп, бетіне салатын боламыз. Оның бетіне де майонезімізді жағып шығамыз. Енді бетіне картошка пайымызды салатын боламыз. Картошка пайды дайындау үшін теркадан өткізіп, картоплымызды жақсылап жуып алатын боламыз 1-2 рет. Крахмалы кету үшін және де қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.